Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Қазақфильм киностудиясында орналасқан Сығанақ қаласы декорациясында режиссер Рүстем Әбдіраштың Алмас қылыш фильмінің DVD дискісінің тұсаукесері өтті. Еліміздегі кинотеатрлардан киносы отандық арналардың бірінен сериалы жүрген бұл фильмнің аяғына тұсау болғандар да бар. Ол ұрланған нұсқасының YouTube желісіне мезгілінен бұрын жүктеліп кетуі. Бұл туралы режиссердің өзі былай дейді. YouTube каналына ұрланған версиялар деп айтсақ бола ма, соларда кетіп қалыпты. Бірақ біз оны бірден барып қырып жойып, авторлық правамызды неге бұзып жатыр деген жоқпыз. Шет шағалатып, қазақша контентке халықтың сұранымы қандай екен деп көрейік деп, бір айда сол YouTube'дағы шыққан варианттарға тиіскен жоқпыз. Орташа есеппен 1,5 миллионға жуық адам сол YouTube'ке кіріп шығып, сол фильмнің сериалдың нұсқасын көрген болатын. Ол да бір үлкен жетістік, егер сан жағынан келетін болса. Тарихи рөлде бағын сынап үлгерген Аян Өтепберген Алмас қылыш фильмінде де бой көрсетеді. Мұрындық Қанның рөліндегі жас актер бұл фильмде өз образының толық ашылмайтынын айтады. Себебі енді Алмас қылыш фильмде қатты ашылмаған деп айтсам қателеспеймін. Өйткені фильмдегі акценттің барлығы Керей мен Жәнібекке қойылған. Біз енді фильмде 12-13 жасар бала бұрындық, яғни әкесінің қасында жүреді, үйренеді, жаңағы жаман нәрселерден жиренеді, жаңағы келіссөздерге барады, соғыстарға барады. Солай жалпы енді біздің режиссер Рүстем ағаның айтуынша келесі жалпы хандық Кенесары ханға шейін түсіріледі деген ой бар дейді. Алмас қылыш фильмін көре алмай қалған және бұл фильмді қайта көргісі келетін көптеген көрермендердің сұранысы бойынша фильмнің DVD нұсқасы шығып отыр. Ескіден фильмді қазақ және орыс тілдерінде, сонымен қатар ағылшын тіліндегі субтитрлер арқылы көруге мүмкіндік болып отыр. Мұндай жетістік үшін тек қуанамын дейді кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов. Өте жоғары, жаңадағын айттым. Көбісі сенбейді, сынайды деп. Мен неге сынаймын? Өйткені бұл менің шәкіртімнің фильмі. Шәкіртімнің сериалы. Осы фильм басталғалы басы қасында мен жүрдім. Мақтан аламын. Пікір айтушылардың біраз сөздеріне де құлақ түрдік. Біраз адамдарға ұнамапты бір жерлері, бір эпизодтары. Ол өте табиғи нәрсе. Идеал түрде 100% ешкім алмайды. Алла тағала ғана бәріне ұнайтын болу керек. Сосын доллар бәрін ұнайтын да. Кез келген актер үшін тарихи рөл өте маңызды және жауапты екені рас. Бұл үшін арнайы фильмдер көріп, кітаптар оқып дайындаламыз деген Ниязбек Шайсұлтанов қазақ тарихындағы Шайбанидің рөлін сомдаған. Ерке, бірбеткей, айтқанынан қайтпас, таққұмар тұлғаның образынан шығу жағы қиын болмады ма деп сұрадық жас актердан. Образға кіру деген негізі мен түсімде басқа нәрсе. Әр актер өзінің образының, актер персонажының адвокаты болу керек, ақтау керек әрқашанда. Сұрақтарына жауап беру. Не үшін ол сондай, не үшін ол таққұмар, не үшін ол қасымға жауыз тілейді деген сияқты. Сол бәрі сұрақтарға жауап берген кезде образ өзі шығады. Өзі дайын болады. Ал бұлай образдан шыға алмай, түсірілімнен кейін еркелеп, менің шайым қайда, мен неге жама машинамен әкетесіздер деген ондай болған жоқ. Қазақ хандығы сериалының тұрақты көрермендері үшін жағымды жаңалық. Қыркүйек айында бұл сериалдың 2-ші маусымының түсірілім жұмыстары басталады. Сонымен қатар 2-ші маусымда негізгі актерлардан басқа тағы 5-6 кейіпкерлер қосылмақ. Ал көзі қырағы көрермен үшін бұл тосын сый болсын деп атап көрсетпедік. Қазақ киносының жұлдызы жарқырай берсін. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.